Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте керемет платформаны таныстырайын деп отырмын. Бұл бізде Quizlet деп аталады. Мен пайдаланып сабақта қолданғаннан бері өте көп мұғалімдер қызығушылық танытуда. Және де оларға енді сөзбен түсіндірген өте қиын. Сол үшін сіздерге де Қазақстан бойынша басқа мұғалімдерге де өте пайдалы болсын деген ниетпен YouTubeға түсіндірме видеосын салып отырмын. Өздеріңізден қолдау күтемін, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Әлі де қызықты видеолар көп болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бұл Quizlet платформасында карточкалармен жұмыс жасауға болады. Және де сол карточкаларды жаңа сөздерді жазып, балаларға жаңа сөздерді қайталатуға болады. Және де балаларға сол жаңа сөздерді есте сақтауына көп үлес қосуға болады. Мен қазір оны қалай жасау керек, қалай пайдалану керек, соны сіздерге көрсететін боламын. Бұл жерде өте көп тақырыпқа сіздер осындай карточкаларды, диаграммаларды таба аласыздар. Қазір өздеріңіз қалай карточка жасауға болады, соны көрсетейін деп отырмын. Және де Google-ға егерде мысалы ағылшын тілі болса, Parts of Animals Quizlet немесе Excel 7 Quizlet деп жазатын болсаңыздар, сол тақырыпқа сіздерге карточкалар шығатын болады. Енді өздеріңіз карточка жасау бойынша айтатын болсақ, міне создать новый модуль деп басамыз, модульді таңдаймыз міндетті түрде, және бұл жерде курс жасасаңыздар да болады. Енді мен біріншісін жасап қойдым. Міндетті түрде екі жақтың қазақ тілі және екінші жақ қандай тіл болу керек екенін таңдау қажет. Эйфель мұнарасы деп жазып едім. Мына жаққа ағылшын тілі болғандықтан автоматты түрде аудармасы шығады екен. Сосын мен міне басында осылай фотоларды, картинкаларды тақырыпқа байланысты сохранить етіп жасап отырған болатынмын осылай. Міне мысалы қазір маған Эйфель мұнарасы қажет. Соны жаңа сақтап алайын. Сосын ол жерге фото қоюға болатынын қазір сіздерге көрсетемін. Міне фотоны таптым. Енді бізге сөз жазу керек болады. Бірінші қазақша аудармасын жазып аламыз. Одан кейін қандай аудармада керек, жаңа жазамыз. Так, атақты Қытай мұнарасы деп жазайық. Мына жақта жаңа жауаптар переводы шығады қазір. Немесе өздеріңіз жазсаңыздар да болады. Осы жерге өзіміз осылай жазып қойсақ болады. Мен қажетті фотолардың барлығын қойып жатырмын, қойып шықтым. Өзіме қажет фотолар. Ол қандай фото қабылдайды, қандай фото қабылдамайды деген нәрсе жоқ. Барлық фотоны қабылдай береді. Пирамиданы жазамыз. Колизей барлығын орысша варианттарын жазып қойдым. Енді міне ағылшынша вариантын жасаңыздар, өзі автоматически фотосы шығады екен. Осыны жасап отырып, мен осыны түсіндім. Міне колизей дедім, фотоға бассаңыздар, өзі автоматически фотосы шығады. Английский деп таңдап қойсаңыздар, автоматически ағылшын тіліне, немесе Қытай тіліне, орыс тіліне, басқа түрік тіліне, басқа тілдерге де аудара береді. Мына жақтан әкеп фотоны қоюдың қажеті жоқ екен. Так, мынаны жаздық, келесі. Енді келесін жазсақ, Тадж-Махал, пирамида қалды бізде. Міне біздің дайындайтын модуліміз аяқталды. Барлығына фото қойып жасап қойдық. Енді создать батырмасын басамыз. Сохранение деп шықты. Енді осылай, у вас отличный модуль деп тұр. Модулімізді көреміз. Міне осылай тест вариантын жасасаңыздар да болады. Тест жасап балалардың білімін тексеруге болады. Немесе осылай карточка вариантын пайдалансаңыздар болады. Міне осылай келесі деп басасыздар да, тура сол карточкаға бассаңыздар, оның аудармасы шығады. Енді бізге негізі керісінше керек еді. Бірінші қазақ тілін көрсетсе, сосын балалар ағылшын тіліне аударса деп ойлағам негізі. Бірақ почему-то бірінші ағылшын тілін көрсетіп тұр. Одан кейін қазақ тілін көрсетіп тұр. Негізі олай да жасауға болады, бірақ мен негізі бірінші қазақ тілін жасағым келген.
Сол үшін қазір настройкасына кіріп көрейік, параметры деп. И осы жерде отслеживайте прогресс, балалардың прогрессін қарап отыруға болады. Изучать только термины деп тұр, енді лицевая сторона казахский деп жазып қойдым. Көрейік қазір не шығады. Лицевая сторонасын керісінше аударады, бізге керісінше. Бірінші қазақ тілі көрініп тұру керек. Одан кейін барып ағылшын тілі көріну керек. Қазір мен қайтадан қойып көрейін, что-то дұрыс болмай тұр. Мен ойлағанымдай болмай тұр. Келесі десек бәрібір по-любому осылай шығады. Онда ручканы басып, екеуінің орнын ауыстырсақ болады негізі. Жоқ, қазір қайтадан көрейік. Енді английский деп таңдап көрейік. Енді көрейік. Жоқ, бәрібір бірінші ағылшыншасы шығады. Паузаны қойсаңыздар, плейді қойсаңыздар да болады, автовоспроизведение өзі көрсете береді. Балалар жауап беріп үлгеру керек, мысалы. Жаттаған. Немесе өздеріңіз ауыстырып отырсаңыздар да болады. Мында клавиштер жазылып тұр. Қай клавишті бассаңыз не болады? Қайтадан жасап көріп жатырмын, мен де қоймаймын. Так, сурет керек емес бізге. The Great Wall of China. Дауысы. Егерде сөзі мысалы қазақ тілінде, ағылшын тілінде айту керек болса, солған бассаңыз ол айтады. Так, енді карточканы бас көрейік сонда. Міне енді шықты, карточки деп едім, уже шықты. Пирамида десе ағылшыншасы шығады екен. Балалар айтса дұрыс, айтпаса дұрыс емес деп жазсаңыздар болады. Сосын не жасалды, пройдено деп жазылып тұр. Көріп тұрғандарыңызда, егерде тілді дұрыстап таңдап, сөзді қатесіз жазатын болсаңыздар, мысалы бірінші жаққа қазақ тілі, мен Эйфель мұнарасы деп қатесіз жаздым. Екінші жақта выбрать язык деген көкпен басып, английский, ағылшын тілін таңдайтын болсаңыздар, немесе орыс тілі, кез келген тілді, ол автоматически аударатын болады. Сосын изображение батырмасын бассаңыздар, осы жерге суреті де автоматически шығатын болады. Тек қана сіздер тілді таңдап, дұрыстап, тілді таңдамасаңыздар ол шықпайды. Тілді дұрыс таңдап, қазақша немесе орысша, ағылшынша вариантын қатесіз жазуларыңыз керек. Мен енді мына жерде фото таңдап жатырмын, бірақ негізі сондай мүмкіндік бар екен, оны кейін білдім. Фото таңдамай-ақ сол жерде автоматически фотосы шығады екен. Сол үшін мүмкіндіктерін пайдаланыңыздар. Әсіресе Excel-дерге, Excel-дің каждый модулына, каждый бетіне дейін бетін жазсаңыздар, осындай жаңағы нелер шығады екен. Мен Wordwall-дан фото екен деп кірсем, Wordwall-ға кетті мына жерде. Сол Excel-дің кез келген сөздіктерімен жұмыста мен қазір 8-й класс, 9-й класс, 7, 6, 5 бәріне пайдаланамыз. Мысалы Excel Fantasy World деп жазсам, или Excel 5 Page деп бетін жазсам, сонда маған автоматически шығады. Сіздер де басқа пәндерден іздеп көріңіздер. Және де егерде информация пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, бөлісіңіздер видеомен. Барлықтарыңызға рахмет.